азғын Андрей, оның соңында 20-дан жаңа ғана асқан толықша келген шегір көз сары әйел. Ол коменданттың тілмашы. Кішілеу ақ үйдің жанына келгенде Андрей осы үй деді шегір көз әйел мен офицерге алма-кезек қарап. Офицер үйдің жан жағына қарап алды да, соңынан шұбап келе жатқан солдаттарға бірдемелерді бұйыра айтып барқ ете қалды. Андрей селк ете түсіп, кейін шегініп кетті. Солдаттар үйді тінтіп астан кестеңін шығарды. Шатыр ішін, қора қоймаларды түгел қарап, олар ешкімді таба алмады. Іздеп келгендерінің орнын сипалап қалғанын сезген офицер ашу шақырып үй маңында тебініп ала сүрді. Сөйтіп тұрғанда хутор старостасы келді. Бұл елулерді еңсерген, бадырақ қойгөз Середа деген қара сұр адам. Басқыншылардың аянбай соғатын қол шоқпары. Өз қолымен ұстап беріп, талай патриоттарды дарға асқызған, алдына салып айдап барып атқызған қаныпезер сатқын. Оған офицер шұқшия қарап, Гомана, Абраменко деген сөздерге тағы бірнеше түсініксіз сөздер қосып, айқай салып, аузынан көбік шашты. Гаман семьясы қайда деп сұрайды, пан комендант, деді тілмаш старостаға. Староста комендантқа үрейлене қарап, бүгін таңертең-ақ үйінде жүреді ғой, олар қайда кетті дейсің, деп күмілжіп қалды. Село адамдары тығып қойды оларды, табыңдар, пан солай деп тұр. Таппасаңдар, олар үшін кепілдемеге селодан кісі алады дегенді ескертті шегір көз әйел старостаға. Осы кішкентай хуторыңызда не болып жатқанын білмейсіз. Осындағылардың көбінің партизандармен байланысы бар. Көбі астыртын ұйым мүшелері. Гаман Иванның да астыртын ұйыммен байланысы бар. Абраменконың баласы Виктор осы селода, соны тап деп тебінді орта бойлы толықша келген ақсары. Бұл Мироновка аудандық полиция бастығы Синявский еді. Қанша шар құрып тіміскілегенмен хутордан іздеген адамдарын таба алмай, 3 машина толы жендеттер келген жағына қайта бет түзеді. Осы кезде ойында ештеме жоқ, сәби Михаил Гаман Македон селосынан шығып үйіне қарай келе жатты. Ол кеше-кешке Виктор екеуі Ольга Карповна Семещенко апайдың үйіне келіп, сонда қонып қалған. Виктор Ольга апайдың Женя деген қызымен ойнап қалды. Ольга апайының берген бір табақ бидайын Миша аға апаларына жеткізбек. Ол қара жолдың шетіне демалайын деп отыра кетті. Мені үйде іздеп отырған шығар деген ой келіп, хутор жаққа қарады. Дереу орнынан атып тұрды. Кішкентай жүрегі алып ұшып қорқып кетті. Жолдан алыстап қаша жөнелді. Бірақ Миша кеш қалды. Алдыңғы машина кілт тоқтады. Бір солдат Мишаны ұстап алып келді. Іздеп жүргендеріңіздің бірі осы Гаман Михаил, деді Андрей. Мишаны жаққа салып жіберді. Миша шыр ете түсті. Әлгі ұстап алып келген солдатқа машинаға сал мұны дегендей офицер иек қақты. Солдат Мишаны көтеріп машинаға салды. Миша қайта ұмтылып, Ваня, Ванюша деп өлген әкесінің орнына әке, шешесінің орнына шеше болған Иван ағасын, жаны мұрнының ұшына келгенде атын атап, егіліп жылап, қандықол жендеттердің тағы тырнағына ілініп кете барды. Тұтқындаған адамдарды жандармдар село-селоларды аралатып жүріп жауап алды. Бірақ 11 жастағы кішкентай Миша өзі білетін астыртын ұйымдардың бірде-бірін жендеттерге айтқан жоқ. Ол адам жаны түршігерлік ауыр азапқа түссе де, соның бәріне кеңес адамдарына тән қайраттылықпен, адамгершілікпен төзіп бақты. Міне, жасына жетпей, бұл тиған сәби жүзіне айуандық қолдың ізі түскен Мишаны кезекті жауапты Пи селосына алып келді. Староста үйінің алдындағы сарайға әкеп, оның жалғыз өзін қамады. Ол бірер сағаттай отырғаннан кейін сарайдың есігінен сығалап қараса, сыртта ешкім жоқ екен. Үй ішінен барылдаған еміс-еміс дауыс естіледі. Енді жандармдардың арақ ішіп, даурығып отырғанын Миша сезді. Бұл селода Мишаның талай келіп, балалармен асыр салып ойнаған селосы. Осы селода тұратын Игнат Исаковичтің үйіне Миша бірнеше рет келген. Игнат пен Иван ағасы жеке отырып, ұзақ әңгімелесетін. Кей кезде екеуінің пистолет тазалап отырғанын да, листовкалар бөлісіп алып жатқанын да көрген болатын Миша.
Сол ұзын бойлы, әр уақытта өзімен Миша генерал деп қалжыңдасатын адамды қазір көргісі келеді. Оған өзінің осы 10 күн ішінде көрген азабын айтқысы келеді. Түрмеде Мария, Галялармен бүгін таңертең жолыққанын, оларды ертең Македон селосына апарып жауап алатынын да айтсам жақсы болар еді деп ойға кетеді. Иван, Мария, Галя үшеуі үйде ме екен? Әлде оларды да ұстап әкетіп, азаптап жатыр ма екен? Олар мені ұстағанын білмейді ғой. Білсе, іздеп келер еді. Не заматта сарайдың сырт жағынан біреу Миша, Мишенька дегендей болды. Ол елең етіп бұрылды да дауыс шыққан жерге барды. Кішкентай бір саңылаудан айтқанындай Игнат Исаковичтің алып денесін көрді. Миша саңылауға аузын төсеп, Игнат аға деп егіліп жылап қоя берді. Мишенька, жылама, сені босатады, жылама деп жұбатқан болды Игнат Исакович. Мені босатпайды, мені өлтіреді деп Миша көзінің жасын сүртті де өлімге белін буып бекінгендей болды. Сосын сәл кідіріп барып, Ивандарды да қамады ма, оларды көрдіңіз бе деп сұрады өксіп тұрып. Оларды қамаған жоқ, олар қашып кетті, аман, көрдім, бүгін тағы барам оларға деді Игнат Исакович асыға сөйлеп. Оларға айт деп Миша тағы кемсеңдеп жылап жіберді. Ертең кешке Мария апайды Македонға апарып жауап алады. Соны Николай ағайға хабарласын деп Мария апайдың өзі айтты. Ертең бе? Ертең кешке ме? Деп Игнат Исакович қадағалап сұрай бастады. Сосын ол жан-жағына мұқият қарап шығып, сарайдың іргесіндегі бір жіңішкелеу тақтайды сыртқа қарай жұлып алды да, Миша, мына жерден шығып қаш деп екінші бір тақтайды босата бастады. Миша есік жаққа қарап қойып, әлгі жердегі Игнат Исакович сыртқа қарай табандап тартып жатқан тақтайды тізерлей отыра қалып, екі қолымен итере бастады. Енді әлгі тақтай аралығы едәуір кеңіп қалды. Сол кезде Игнат Исакович, Миша байқа, жандарым келе жатыр, бірақ қашу керек деді. Сонан кейін не болғаны белгісіз. Миша Игнат Исаковичтің даусын ести алмады. Сарайдың қай жағына барып, саңылаудан сығалап қарамаса да, оның алып тұлғасын көре алмады. Ол енді сарайдың есігіне келіп қараса, есік алдында өзін алып келген жандармның екеуі темекі тартып, қарқылдап күлісіп тұр екен. Миша оларға кектене қарады да, сарайдың артқы жағындағы әлгі жерге келіп, босаған тақтайды сыртқа қарай итеріп еді, өзі сиярлықтай болып қалған екен. Миша дереу етпетінен жата қалып, басын тесікке тығып, сыртты болжады. Ешкім көрінбеген соң, сарайдан шығып, қалай қарай қашамын деп ойлап отырды. Енді өз селосына қарай беттегісі келмеді. Ол жақтан машина, мотоциклдермен қаптап жүрген неміс солдаттарының сойқан бейнелері көз алдына елестей кетті де, өзін жуан неміс солдаты шап беріп ұстай алғандай болды. Миша осы сәтте селк ете түсті де, көзін жұмып, бетін екі қолымен баса қойды. Сәл кідіріп көзін ашып, орнынан атып тұрды да, тесіктен жып-жылдам сыртқа шығып алып, жүгіре жөнелді. Ол қайтсе де осы селодан шығып кеткісі келіп, тура далаға қарай тартты. Жан ұшырып жүгіріп келеді. Мұның қашып келе жатқан бағыты көк орман еді. Жақын маңда орман болмаған соң, партизандар осы орманда шығар деп жорамалдайтын. Міне, қазір де Ивандар немістерден қашып кеткен болса, осы көк ормандағы партизандарға барып паналаған шығар деп ойлап келеді. Оның екі көзі мұнартып көрінген көк орманда. Көк орман Пи селосынан 4-5 шақырым қашықтықтағы шағын ну тоғай еді. Ағашының дені қарағай болғандықтан, ол қысы-жазы жап-жасыл болып көрініп тұратын. Оның үстіне сол орманды айнала қоныстанған селолардың үйлерінің мұржаларынан шыққан көк түтін де соған жиі оралып, алыстан көк мұнар көрсететін. Әлде осыдан ба, әйтеуір осы шағын орман атам заманнан бері көк орман аталатын. Миша жол ортаға жеткенде селодан қуғыншы жандармдар да шықты. Миша қуғыншыларды көргенде жанын қоярға жер таба алмады. Кіріп кетерге тесік жер болмаған соң, жан дәрмен қылып алға қарай жүгіре берді. Міне, орман да алыс емес, бірақ жаяу қуғыншылардың соңынан екі мотоциклист шығып қуып келеді. Жан ұшырған Миша орманның шетіне ілінді.
Сол кезде қуып жете алмайтынын біліп, орманға кірсе көз жазып қалармыз деген жендеттер 2 автоматтан оқ жаудырып жіберді. Миша орманның шетіндегі бір жіңішке қарағайды құшақтай алды. Ол денесін ауырсынып, сәл кідірді де бұрылып артқы жағына қарап еді, жендеттер өлген шығар дегендей мотоциклдерінің жанында сойдиып тұр екен. Миша есін жиғандай болып, ілгері жүрмекші болып еді, жүре алмады. Өз денесін қан жуып кеткенін көріп, ол шошып кетті. «Ваня!» деп бар даусымен айқайлап жіберді. Оның сәби кеудесінен қысылғанда шыққан жіңішке даусын орманның әр ағашы да аянышты халіңді ағаңа жеткізейік дегендей Мишамен бірге қосарлана бірінен соң бірі қайталап орман ішін шарлап кеткендей болды. Енді бір сәтте әбден әлсіреген Миша жерге құлап түсті. Енді ол май айының көтеріліп қалған шөбінің тасасынан жендеттердің қарасын көре де алмады. Сәл сұлық жатты да басын көтеріп ілгері қарай еңбектеді. Уыз денесінен аққан ыстық қан жасыл шөпті қызыл бояумен бояп келеді. 50-60 метрдей еңбектеп келді де бір топ бүргеннің ішіне кіріп сұлқ жата кетті. Ары қарай жылжуға еш дәрмені жоқ, қимылсыз жата берді. Көз алдында мотоциклге мінген автомат кезеніп тұрған неміс солдаттары елестесе, әлсіз жан жүрегі түршігіп кетеді. Кей кезде өз адамдарын елестетіп қалса, сөйлескісі келгендей аузын жыбырлатады. Немесе Иван ағасы туыстарын құшақтағысы келіп қимыл жасайды. Жоқ, сөйлеуге де, басқа қимыл әрекет жасауға да дәрмені жоқ. Құр сезім жүйесі ғана соған көңілді жетектейді. Сол өмір мен өлім арасындағы бір қыдыру елес үстінде жатқан Мишаның ойы бірте-бірте тұманданып барып үзіліп кетті. Бәрі де ғайып болды. Күнәсіз сәби бала сол етпетінен түскен күйі мәңгі көз жұмды. Соңынан анталай қуған жендеттер қанды жоса ізбен келіп Мишаның жансыз денесінің үстінен түсті. Бүргенді ашып тұр деп бір жендет барқ ете түсті. Бірақ Миша қайдан тұрсын? Миша қайда екен деп сұрады Серік қатарласа беріп. Галяның егіліп жылап келе жатқанын Серік байқаған жоқ еді. Галя бірден жауап бере қоймағанын түсінбеген бала, Мишаның қайда екенін ешкім білмей ме деп тағы да сұрау беріп, оның бетіне үңіле қарады. Галяның көзіндегі жасты көріп жалма-жан, «Неге жылайсың, Галя? Жылама!» деді аяқ астынан не дерін білмей қалып. «Мишаны немістер өлтіріпті, оны өлтіріпті» деп Галя онан бетер егіліп жылады. Серік бұрылып, село жаққа тағы бір қарап қойды да, «Витяны да өлтіріп пе?» деп сұрады. Галя басын шайқап, «Жоқ» деді. Сонан соң екеуі де біріне бірі тіл қатпастан жалғыз аяқ жолмен жүріп келіп сайға түсті. Бұлақтан су ішіп, Галя бетін жуды. «Сережа, осы біз адасып кеткеніміз жоқ па?» деп Галя жан-жағына қарады. «Жоқ, Галя, адаспаймыз. Сережа адастырмайды деп саған командир айтып еді ғой. Қорықпа. Бұл жерден Иван аға екеуміз талай рет жүргенбіз. Ал қане, айтшы, селоға сен бардың ғой. Командирдің тапсырмасын орындадың ба?» деп Серік Галяға қадала қарап жауап күткендей болды. «Орындадым. Бірақ отрядқа тез жетуіміз керек. Айтатын асығыс хабар бар» деп Галя жалғыз аяқ жолға түсіп жүгіре жөнелді. Соңынан Серік те жүгіріп бара жатты. Галя мен Серік отряд штабына келді. Штаб бастығы Федор Нагайцев стол жанында қолындағы километрлік картасын планшетіне бүктеп салып жатыр екен. Ол балаларды көріп қуанып кетті. «Аман келдіңдер ме?» деп екі кішкентай барлаушысын алма кезек құшақтап бастарынан сипады. Ол екеуін екі жағына отырғызды да, «Ал, не хабар әкелдіңдер? Айта беріңдер» деп сен сөз баста дегендей алдымен Галяға қарады. Галя жылап жіберді. Ол егіліп отырып Мишаны жандармдар көк орманда өлтіргенін, ертең кешке Мария апайды жауап алуға Македон селосына әкелетінін хабарлады. Онымен қоса, о жақтан беріп жіберген қағазды тапсырды Галя бастыққа. Серік Галя сөзін құптағандай екі көзі жасаурап, басын анда-санда изеп қойып үнсіз отырды. Штаб бастығы орнынан тұрды да, «Енді өздеріңнің топтарыңа барыңдар, демалыңдар» деді.
Екі бала штабтан аяқтарын баяу басып шығып кетті. Сол күні кешке Мария Николаевна Абраменканы азат етуге партизандар тобы жолға шықты. Ел орынға отырған кез. Тас жолдың екі жағына бөлініп орналасқан халық кегін алушылар қаһарына мініп жатыр. Село жақ тып-тыныш. Ешбір үйдің терезесінен шам жарығы көрінбейді. Шәуілдеген ит те үрмейді. Николай Михайлович ауыр күрсінді. Ол осы селода туып өскен. Осы селода қуанышты жастық шағын өткізген. Осы селода үйленіп, осы селода бірінші рет бала сүйген. Осы селода селолық совет председателі болып қызмет істеген. Талай думанды кештерді өзі бастап, өзі тарқатқан. Енді міне сол село шетіне жасырынып келіп, бас көтермей бұғып жатыр. Өз қолымен салған үйін фашистер өртеп жіберген. Сүйген жары жандармдар қолында. Осы селода Викторы жалғыз ұлы тағы бар. Бірақ оның қайда екенін де білмейді. Селоға жіберген барлаушылар әлі қайтып оралған жоқ. Николай, болар іс болды. Әрине, Марияның халі бәрімізге де аянышты. Бәріміздің де қабырғамыз қайысады. Бірақ барлығы да отан үшін. Бәріміз де отан үшін бел шешпей жүрміз. Отан үшін құрбан болуға бәріміз де әзірміз. Сен байқа, Иван Кузьмичтің сөзін есіңде сақта. Асығыстық жасап, орынсыз жерде мерт болып кетпе деп ескертті оның оң жағында жатқан топ командирі Василий Клопов. Николай Михайлович біраз үнсіз жатты да: Вася, Витяны өзіміздің адамдар жасырған шығар. Оған қам жемеймін. Марияны ойласам жаным күйзеледі. Ол ауыр азап шекті ғой. Әрине, мен оған сенбейді емеспін, сенемін. Ол ешкімді ұстап бермейді. Өлсе, адал өледі. Бірақ күндіз түні ұрып соғу, азаптауға оны қимаймын, деді Абраменко даусы сәл дірілдеп. Сөйтіп жатқанда барлауға кеткен Иван Гаман мен Серік те келді. Мария апайды азғын Андрейдің үйіне түсіріпті. 2 сағаттай жауап алыпты. Ешкімді білмеймін, бұл селода ешкімнің партизандармен байланысы жоқ дегеннен басқа ештеңе айтпапты. Ұрып соғыпты, сонда да ештеңе айтпапты. Сонсоң зорлап арақ ішкізіпті. Бірақ сонда да ешбір бөтен сөз айтпаса керек. Қазір селодан бері шығады. Ржищев түрмесінде жатқан тұтқындармен беттестіріп жауап алмақ деседі. Алып келе жатқан неміс офицерінің жанында 4 неміс солдаты, 10 полицай және Миронов аудандық полициясының бастығы Синявский бар көрінеді. Жиыны 16. Ал Витядан әлі хабар жоқ. Ольга Карповна мен Григорий Романовичке жолықтым. Олар іздестіріп жатырмыз, оған қам жемеңдер дейді деп баяндады Гаман барлау нәтижесін. Жарайды, Иван Кузьмичке баяндаңдар да орындарыңа барыңдар, деді топ командирі барлаушыларға. Серік пен Иван жолдың сол жағына шығып көрінбей кетті. Бұл сапарға Клопов тобымен бірге отряд командирі Иван Кузьмич Примактың өзі де келген еді. Ол жолдың сол жағына орналасқан пулеметшінің жанында болатын. Енді 1 жарты сағаттан соң машина моторының гүрілдеген даусы естіліп, селодан бері шыққан кезде оның жарығы да көрінді. Машина Македон Ржищев тас жолымен селодан өрге қарай көтерілетін. Машина үсті-үстіне газ беріп, ауыр жүріп келе жатыр. Демек, жүгі де ауыр. Тосқауылға міне жақындап та қалды. Клопов отряд командирінен оқ атуға рұқсат сұрап, қол фонарын сол қолына ұстап, оң қолындағы кепкесімен жау көріп қалмас үшін фонардың алдыңғы жағынан қалқалап, қызыл жарықпен белгі берді. Отряд командирі тоқтай тұр дегендей көк жарықпен жауап берді. Ендігі бұйрықты Иван Кузьмичтен күткен Клопов сол жақтан көз айырмады. Машина 50-60 метрдей келгенде ғана отряд командирі қызыл жарықты жарқ еткізді де оның жанындағы пулеметші Дегтяревтен оқ боратып жіберді. Жолдың оң жағынан да, сол жағынан да оқ атылып, түн тыныштығы бұзылып кете барды. Машина табандап барып тоқтады да жарығы өшкен жоқ. Әрине,
оқ мотор мен машина қорабының үстінде түрегеліп тұрған жендеттерді қамти атылған. Сол сәтте «Болатов, алға!» деп айқай салды Клопов. Жолдың жиегінде жатқан 3 партизан алға ұмтылғанда Абраменко да орнынан атып тұрды. Бірақ оны Клопов шап беріп ұстай алып жібермеді. Сөйткенше болмай машина маңынан оқ атыла бастады. Машинаға қарай ұмтылған үшеуі де көзсіз ер жігіттер еді. Алдарында атылған оқтан тайсалмады. «Мен жаралымын» деп үшеудің бірі Виктор құлап түсті. Оны екінші партизан сүйемелдеп жатқанда Вася Болатов айқай салып машинаның жанына тебініп жетіп барды. Оның тайсалмастан жетіп барғанынан зәресі ұшып кеткен жендеттердің ешқайсысы оқ аталмады. Болатовтың сол қолындағы гранатаны көргенде машина жанында жатқан 3 полицай қолдарындағы винтовкаларын тастап қолдарын көтерді. Ашу кернеген Болатов: «Неге оқ атасыңдар? Сендер партизан отрядының қоршауындасыңдар» деп тебініп барып, оң қолындағы ТТ пистолетімен үшеуін үш басты. Ол жолдың оң жағындағы жырада жатқан 2 жендеттің де жандарын жаһаннамға жіберді. Ең батыр достарының бірі оққа ұшқан соң Болатов еш нәрсеге қарамады. Жауды оңды-солды жайпай берді. Өзінің арпалыс кезіндегі әдеті бойынша күні бұрын дайындап алған пистолет обоймасын бірінен соң бірін босатып, босағанын қалтасына сала берді. Ол енді машинаға қарай оралды. «Мені атпаңыз, мен тілмаш едім» деп мүсіркенді машина астынан бір әлсіз дауыс. «Шық бері» деп тебінді оған Болатов. Ол қолындағы пистолетін тастай беріп, орнынан тұрып 2 қолын көтерді. «Тілмаштықтан басқа жұмыс таппадың ба? Тілмаш болсаң, о дүниеде де тілмаштық жаса» деп оны да атып салды. Басқа партизандар ұзап қашқандарын құртып жүрген болуы керек. Әр тұстан мылтық атылады. Сол сәтте Примак: «Мен Синявскиймін, мені атпаңдар, мен сендерге бәрін айтамын» деп дауыстады машина үстінен біреу. Енді Болатов қарғып машина үстіне шықты. Қолын көтеріп тұрған адам: «Мені атпаңыз, мен сіздерге көмектесемін» деп безек қақты. «Сен азғыннан кім көмек сұрайды? Мен саған көмекті көрсетермін қазір» деп Болатов пистолетін көтере бергенде «Вася, Синявскийді атпа, тұра тұр, атпауға бұйырамын» деп дауыстады анадайдан отряд командирі. Бұйырамын демесе Болатовтың тоқтамайтынын білетін Примак «Бұйырамын, атпа» деп тағы айқай салды. Енді атуға болмайтынын сезген соң ашу кернеген Болатов әлгі жауыздың беліндегі пистолетін белбеуінен сыпырып алды да қолындағы пистолетінің қырымен оны бастан бір салып машинадан құлатып жіберді. Осының барлығы көзді ашып жұмғанша 4-5 минут ішінде болған оқиға. Машинаның алдыңғы жағында ыңырсып жаралы жатқан Марияны Болатов енді ғана көрді. «Мария, тірімісің?» деп Болатов Марияны жатқан жерінен көтеріп алды. «Сендер оқ ата бастаған кезде мені бір жендет атып жіберді. Николай бар ма?» деді Мария қинала сөйлеп. «Бар, келеді қазір» деді Болатов оны көтеріп тұрып. «Мария, Мария» деп Абраменко да келіп жетті сол кезде. «Мария жаралы, міне» деп Болатов Марияны машина үстінен Николайға ұсынды. Николай Мариясын көтергеннен көтеріп апарып анадай жол жиегіне жатқызды. «Николай, Витям қайда?» деп сұрады Мария жалғыз ұлын. «Витя отрядта» деп жауап қайтарды не дерін білмеген күйеуі. Сол кезде Марияның қасына Серік жетіп келіп: «Мария апай» деп оны бас салды. «Сережамысың? Тірі жүрмісің? Мамаң, Бористер қайда? Менің Витямның досы ғой» деп Серікті аймалап жатып Мария жан тапсырды. Болаттай берік патриотканың басында тұрып халық кегін алуға тағы да ант етті партизандар. «Машинаны пайдалануға болмайды, қирап қалыпты» деп баяндады машина тілін білетін топ командирі Клопов. Иван Кузьмич оған қатты қиналды. Марияның сүйегі мен ауыр жаралы Викторды қалай алып жүрмек? Қысқа таң атуға да айналды. «Вася, тез қамданыңдар, Марияның сүйегін Григорий қартқа тапсырыңдар. Викторды да астыртын ұйымға жасырын тастап кетпесе болмайды. Манағы келісім бойынша жүре беріңдер. Біз Серік екеуміз сендерді қуып жетеміз» деп бұйрық берді отряд командирі Примак.
Клопов бастаған партизандар тобы тосқауыл жасаған жерден ұзап кетіп бара жатты. Иван Кузьмич Серікті ертіп, партизандар байлап тастаған тұтқынның жанына келді. Серік оның қолын шешті. Орта бойлы, дембелше, 30-дарға келген тұтқын ақсай басып орнынан тұрды. Бұл Миронов аудандық полиция бастығы Синявский еді. Ол Примактың жерлесі, тіпті екеуі бір кезде бірге оқыған. Соңынан орман шаруашылығы ма, әйтеуір бір жоғарғы оқу орнын бітіріп, соңынан Қызыл армия қатарында болған. Немістер жаулап алысымен Миронов аудан орталығына келіп, басқыншыларға беріле қызмет істеп, аудандық полиция бастығына дейін жоғарылаған. Примак оның полиция бастығы болғанын білмейтін еді. Бір күні астыртын жұмыста жүріп, Примак жандармдардың қолына түседі. Неше күн бойы жауап алып, оны азаптайды, дүре соғады, етіне темір қыздырып басады. Ол ешбір жауап бермейді. Сонсоң неміс фашистері, әлде өз ұлтына жауап алдырсақ, жауап берер мекен деп, оны полиция бастығының қарамағына береді. Примакты кезекті жауапқа алып келсе, полиция бастығы болып отырған Синявскийді бірақ көреді. Бұл азғындық тақтың иесі сен екенсің ғой, дейді Примак оған. Ол не дерін білмей қалады да, иә, менмін дейді. Онда сен болсаң алдыңа келдім, дейді Примак. Не істейін саған, дейді Синявский. Не істесең еркің, билік сендердікі, өкімет сендердікі, дейді Примак. Сен қай өкіметтіксің, дейді Синявский. Мен кеңес өкіметіне бағынамын, коммунистпін. Сен фашист өкіметіне бағынасың, өз халқыңның мүддесін сатқан азғынсың. Осының барлығын біле отырып, несін сұрайсың, дейді Примак. Екеуі әрі айтысып, бері айтысып, ақыры Примак: сен тегінде бірге оқып едім, жерлесім еді деп аяма. Тек жау қолында қалған украиндық туғандар үшін мені бір рет босат. Екінші рет қолға түссем, өзің де аямассың, дейді. Ол халық үшін емес, бет көрсе 100 ұялады дегендей, Примактың түрмеден қашып шығуына көмектеседі. Сонан міне, бүгін өзі қолға түсті. Примак онан өзіне керекті көп мәліметтерді сұрап алды да: сені босатайын, сен Мироновка түрмесіндегі басты саяси тұтқындарды босатып жібер. Сонсоң әлгі өзің уәде берген істі 2 күн ішінде орында деп тапсырма берді. Ол отряд командирінің тапсырмаларын бұлжытпай орындауға ант ішіп уәде етті. 200-ді азғын Синявский сөзінде тұрмапты. Мироновкаға барысымен барлық тұтқындардың бірінде қалдырмай атқызып тастағанын соңынан партизандар бірақ естіді. 1-7-ден кейін партизан отряды лагерінен Викторды іздеуге және Македон селосындағы қару-жарақ, оқ-дәрі қоймасындағы қалған керек жарақты алып қайтуға Василий Клопов басқарған партизандар тобы жолға шықты. Бұл топ сапарға шығарда Николай Абраменко арнаулы тапсырмамен Канев бағытына кетіп, лагерде жоқ еді. Клопов басқарған топтың құрамында Македон селосы бойымен түнде талай жортқан Серік те бар. Топ күндіз орман іші сай-саламен суыт жүріп отырды да Македон селосының батыс жағындағы қалың шие бағына тоқтады. Сол арада кім қайда барып, қандай тапсырма орындайтынын Клопов анықтап берді де Серікті байланысшы хабаршы ретінде өз жанына қалдырды. Қас қарайып, ел орынға отырдау деген кезде әркім өз тапсырмасын орындауға кетті. Клопов пен Серік кеткен жігіттер тапсырмаларын орындадау деген кезде Викторды іздеуге шықты. Екеуі бақ ішімен Ольга Карповна Семещенканың үйіне жақындап келіп, тың-тыңдап біраз тұрды. Село қайғылы қара жамылғандай жым-жырт. Бақылдап жататын көл бақалары да, шәуілдеп үретін иттер де қаралы сияқты, ешбір дыбыс бермейді. Село адамдары болсын болмасын қаралы. Олар правасыз. Кеш батысымен бірде-бір адам көшеге шыға алмайды. Үйінен әлдеқалай шыға қалған адам көшеде жуан келдек ұстап жүрген жендеттердің қолына түседі. Қолға түссе, партизансың деп ұрады, соғады, атады, асады. Бұрынғы думан боп жататын
Көңілді селоның сәні осылай кеткен, шырқы бұзылған. Шие ағашына сүйеніп тұрған Серік елең ете түсті де Клоповтың қолынан ұстай алып, өзіне қарай тартып қалды. Клопов не болды дегендей Серіктің аузына құлағын төсей қойды. Үйдің бұрышында біреу тұр. Әне, көрдіңіз бе? Әне, бер қарай келе жатыр, деді Серік оң қолымен үй жақты нұсқап. Клопов басын изеді де көрінбелік дегендей Серікті өзіне қарай тарта түсіп, жүресінен отыра қалды. Қараңғыда қараңдап келе жатқан адамды еңкейіп қараған соң анықтап таныды. Ол Ольга Карповна екен. Клопов орнынан тұра келді де қарсы жүрді. Серік те Ольга Карповнаны танып қуанып кетті. Бірақ Ольга Карповна қатты күрсінді де: «Сендерге Игнат Исакович хабарлай алмаған екен ғой, онда бұл село қан саситын болды-ау», деп бетін басты. «Не болды?» деп сұрады Клопов Ольга Карповнаның сөзіне түсіне алмай. «Не болғаны бар болсын, басқа жігіттер қайда? Олар ешқайда бармасын, қолға түседі. Осындағы күдікті үйлердің барлығы қоршауда. Олар қайда?» деп сұрады тәжірибелі ана бір сұмдықтың боларын білгендей. «Олар кеткелі көп болды». Қай үйлерге кетті? Карпенканың, Жилка, Смолярлардың үйлеріне кетті. Ендеше олар құрыды. Енді өздерің сақ болыңдар. Жаман айтпай жақсы жоқ. Осы үйге де жасырын қарауылшы жіберулері мүмкін. Тез кетіңдер, деді Ольга Карповна екеуін асықтырып. «Ал Виктор қайда екенін білдіңіздер ме?» «Жоқ, ол қазір табылмайды. Оны бұл селодан таба алмадық. Мына жақтағы селолардың біріне өткізіп жіберген болуы керек. Мына сойқан үстінде біреуге біреу сенуден қалды. Оны іздестіріп жатырмыз. Тапсақ отрядқа жөнелтеміз. Оған қам жемеңдер. Ол жендеттердің қолына енді түспейді. Барыңдар», деді де Ольга Карповна көзден ғайып болды. Клопов Серікті ертіп, кездесеміз деп келіскен жерге келгенде, селоның әр тұсынан мылтық атылып, бара-бара қарама-қарсы жиі атыс басталды да 2-3 жерден өрт шықты. Олар астыртын ұйым мүшелері Клава Жилка, Мария және Анна Карпенкалардың үйлері еді. Қапылыста тосқауыл қоршауына тап болған әр партизан ондаған жандармдар мен полицайларды жойып, ерлікпен қаза тапты. Сол күні Македон селосынан астыртын ұйым мүшелері Мария Карпенканың 2 жасар Катя деген қызы мен Анна Киянованы 5 жасар Алла деген қызы мен Ольга Закутняны 1 жасар Вова деген ұлымен, Клава Жилканы, оның 70-тегі қарт шешесі Серафима Жилканы және Мария Смолярды, тағы басқа ондаған патриоттарды жандармдар түрмеге қамады. Мария Смолярдың 7 жасар қызы көшеде қалды. Соның соңынан Пи, Дудари, тағы басқа селолардан партизандармен байланысы бар көптеген адамдар бүкіл семьясымен тұтқынға алынды. Осы бір партизандармен байланысты адамдар дегенді сылтау етіп, фашист қанқұмарлары кеңес адамдарына қасқырша шауып қырғиша тиді. Ржишев қаласының жанынан тұтқындардың өздеріне үлкен ұра қаздырып, сол ұраға ересектерін атып, кішкентай сәбилерді тірідей көмді. Бірнеше күнге дейін ұра үстіндегі топырақ дем алып жатқан адамдардың кеудесіндей қимылдап жатты. Шынында да ондағы жатқан жазықсыз жандар ақырғы демін алып фашизмге қарғыс айтып жатыр еді. Серік пен Борис осы сойқандықты көрді. Адам баласының тарихында болмаған осыншама айуандыққа олар қайран қалды. Олар енді бұрынғыдан да кекті. Отандастары үшін кек алуға ант үстіне ант етті. Отряд айқасқа аттанып кеткен. Лагерь жым-жырт. Лагерде жаралы партизандар мен кішкентайлардың барлаушылар тобы ғана қалған. Лагерь комендантының орнына қалған Анна Ивановна Савченко түнімен көз шырымын алған жоқ. Ол лагерь күзетінде тұрған сақшыларды аралап дамыл таппады. Ең ақырғы күзет орнынан штабқа қайтып келді. Оның жүрегі қобалжып,
мазасыздана берді. Әрине, бұл өте бір қауіпті күндер еді. Өйткені партизан отрядтары басқыншыларға жиі шабуылдап тұрған кез болатын да, басқыншылар да халық кегін алушыларға қарсы өздерінің жазалаушы отрядтары мен полицайлар тобын үсті-үстіне жіберіп тұрған уақыт еді. Оның үстіне қолға соңғы кезде түскен жау тыңшысының жауабы бойынша жазалаушы жендеттерінің осы орманға шабуыл жасауға әзірленіп жатқаны анықталған. Сол үшін отряд командирі лагерден аттанғанда Анна Ивановна мен кішкентайлар тобына үлкен жауапкершілік артып, осы жағдайды ескертіп кеткен болатын. Таң ата жауын жауды. Бірте-бірте бұлт қоюланып, орман үстінен арқан бойы жоғары көтерілді де, арты ақ жауынға айналды. Серік кезекті күзетінен келді. Оны Анна Ивановна әдеттегісінше құшақтап, бетінен сүйді де: «Борис келгенше ұйықтап демал, ол келген соң екеуің тағы да ұйықтамайсыңдар» деді. Ол қай күзет орнына кетті деп сұрады. Ол Анна Ивановнадан. «Не, оған барғың келіп тұр ма?» «Иә». «Жоқ, бармайсың. Әскери тәртіпті әлі білмейсің бе? Күзетте тұрған сақшының жанына күзет бастығынан басқа ешкім баруға хақысы жоқ» деді Анна Ивановна үзілді-кесілді. Өзінің досының жанына барғысы келіп тұрған Серік ойланып қалды. Сол кезде бірінші жасырын күзет орнына күзет бастығын шақырған белгі берілді де, Анна Ивановна өз орнына Витряк Данил Артемовичті қалдырып, Серікті ертті де асығыс жүріп кетті. Данил Артемович 30-дардың ішінде, қара торы, алып денелі адам еді. Ол отряд комиссары болып жүріп, бір соғыста қолынан жараланып, лагерде болатын. Анна Ивановна мен Серік күзет орнына келсе, 30-дарға келген ашаң, орта бойлы сары әйел мен оның 16-17-лерге келген қара торы әдемі қыз тұр екен. Анна Ивановна мен қол алысып амандасқаннан кейін: «Маған отряд командирі керек еді. Сіз бізге күдіктенбей-ақ қойыңыз. Мен Трахтамиров селосындағы астыртын ұйымның мүшесі Воронецкая Надежда Ивановнамын. Ал мынау да сол ұйымның мүшесі Варя деген қыз. Бізді сіз білмегенмен отряд басшыларының көбі біледі», деді әлгі орта бойлы сары әйел. «Неге білмеймін? Мен сізді сыртыңыздан жақсы білемін. Сіздің істеп жүрген жұмысыңызды командир әрқашанда үлгі ретінде партизандарға айтып отырады», деді Анна Ивановна. «Иван Кузьмич пе?» «Иә». «Сіздің аты жөніңіз кім? Сізді мен де білетін шығармын», деді әлгі әйел жұлып алғандай. «Савченко Анна, мен де Ивановнамын», деді күліп Анна Ивановна. Естігенмін. Македон селосында болдыңыз ғой?» «Иә. Ендеше таныс болып шықтық. Өте маңызды хабармен келіп едім. Командирге қалай жолығар екенмін», деді Надежда Ивановна асығып. «Ол кісіге жолыға алмайсыз. Ол кісі лагерде жоқ. Орнына қалған адамға не орынбасарына болса да жолықсам жарар еді. Жұмысым өте тығыз», деді тағы да Надежда Ивановна. «Айта беріңіз жұмысыңызды. Иван Кузьмич келісімен айтайын», деді Анна Ивановна байланысшыларға жақындай түсіп. «Асығыс деп тұрмын ғой. Ходоров селосына 2 жазалаушы отряд келді. Олар ертең осы орманды сүзуге шықпақ. Соны хабарлауға келіп едім. Сақ болыңыздар. Ол жендеттер бүгінде бері шығып қалуы мүмкін», деді Надежда Ивановна келген жағына ұрлана қарап қойып. Анна Ивановна аз-кем ойланып тұрды. «Рахмет, хабарыңызды тез жеткізейін», деп байланысшылармен қоштасты да Анна Ивановна лагерге беттеді. Байланысшылар да күзет орнынан алыстап, ағаш араларына кіріп көрінбей кетті. Анна Ивановна Данил Артемовичпен ақылдасып, Серік пен Бористі соңғы жағдайды хабарлау үшін отряд соңынан жібермек болды. Бористі күзет кезегінен ауыстырып шақырып алды да Серік екеуіне тапсырма беріп лагерден шығарып салды. Екеуі Анна Ивановна мен Данил Артемовичтің айтқан жерімен күннің жауынына қарамастан орман ішімен 30 шақырымдай жер жүрді.
Отрядтың жаумен айқасатын елді пункттеріне де таяп қалды. Астыртын жұмыста жүрген кездерінде бұл төңіректің әрбір бұтасын біліп алған Серік пен Борис сәл демалып жол азықтарын жеп жүректерін жалғады. Сөйтіп отырғанда кеш те батып қалды. Барлаушылар да ілгері жүріп кетті. Әбден қараңғы түскенше жүріп, Канев қаласының терістік жағындағы қалың жас қайың арасына кіріп, сол жерге түнеп шықпақ болды. Жауыннан әбден су болған балалар киім-кешектерін сығып, плащ-палаткаға оранып жатып қалды. Көздері енді іліне бергенде мылтық атылып, жақын бір жерден соғыс басталып кетті. Серік пен Борис бастарын көтеріп тыңдады. Атыс барған сайын үдей түсті. Жеке мылтықтар даусына пулеметтердің ұзақ очередтері ұласып, түн тыныштығын бұзып жатты. Отрядта ұзақ уақыт болып, сан рет айқастарға қатысқан Серік пен Борис атылған мылтық даусынан өз отрядтарының жаудан гөрі соншалықты басым атқылап жатқанын айырып тыңдап отыр. Жарты сағаттан соң тақ-тақ, тоқ-тоқ етіп неміс винтовкалары мен пулеметтерінің даусы да естіле бастады. Түн ортасы шамасында бәсеңдеп, екі дүркін гүрс-гүрс мина жарылды. Сонымен бұл айқас аяқталғандай болып қап-қараңғы түн жым-жырт бола қалды. Борис пен Серік те плащ-палатка арасына қайта кірді. Ол екеуі көпке дейін ұйықтамады. Осындай мазасыз кезде, арнаулы тапсырмамен жүргенде, сірә ұйқы келер ме? Енді біз оларды таба алмаймыз, деді Борис Серікке қарай аунап түсіп. Неге таба алмаймыз деп сұрады Серік. Олар немістермен соғысты ғой. Соғыста несі бар? Енді бері қарай қайтады. Сонда таңертең осы арадан өтпей ме? Осы арадан басқа жермен жүрмейді. Днепрдің арғы жағына олар өтпейді дегені қайда мамамның? Олай болса, осыдан басқа жол жоқ деп дәлелдеді Серік. Борис сенерін де, сенбесін де білмей үнсіз жатыр. Екеуі ұзақ уақыт жатып, ақыры ұйықтап та кетті. Борис, тұр, деді Серік Бористі түртіп оятып. Борис басын көтеріп, көзін оң қолымен уқалап отырып, не болды деді ұйқылы ояу, еш нәрсеге түсіне алмай. Отряд келе жатыр ғой деймін, тыңдашы, мына жақтан дыбыс шығады деп, Серік түстік жаққа құлағын тіге қойды. Борис те тыңдай қалды. Сөйлеген адамдардың еміс-еміс даусы келеді, бірақ сөздері анық естілмейді. Немістер болса қайтеміз, деді Борис сыбырлап. Немістер болса ма, деп Серік сәл ойланып қалды да, осы арадан байқап көреміз. Егер немістер болса, былай төмен қарай ағаш арасымен қашамыз да, Днепрдің жағасымен лагерге барып хабарлаймыз, деді. Серік осыным дұрыс па дегендей Бориске сұраулы пішінмен қарады. Борис алғашында келіскендей болғанмен, аздан соң отрядты таппай келмеңдер дегені қайда, мамам мен комиссардың, деп дағдарып қалды. Егер бұл келе жатқандар неміс болса, біздің лагерге шабуыл жасағалы бара жатпағанда қайда бара жатыр дейсің? Сондықтан мамама тез барып хабарлауымыз керек. Отрядқа немістер ештеңе істей алмайды. Отряд ертең болса да лагерге бәрібір келеді. Спежевой ағайдың тобы 4 күн немістердің қоршауында қалып, аман-есен лагерге келгені қайда? Сол сияқты олар да келеді, деді Серік Бористің құлағына аузын төсеп. Борис екі ойлылау болып Серікке бажырая қарады да, онан әрі тіл қатпады. Сөйтіп отырғанда манағы дауыстар жақындап келіп қалды. Өз отрядының адамдары екені байқалды. Серік пен Борис өз адамдарын танып, қуанып кетті. Олар жүгіріп барып, алда шолушы ретінде келе жатқан ағайынды партизандар Сильвестр Горовенко мен Василий Горовенконың мойнына асыла кетті. Партизандар да оларды көріп қуанысып қалды. Мұнда қайдан жүрсіңдер таң атпай, деп сұрады Сильвестр Горовенко екеуінен. Екеуі бірден не дерін білмей іркіліп қалды. Лагерден қашып шығып, біздің соңымыздан тайып отырған ғой, деді Василий Горовенко екеуіне сенімсіздене қарап. Жоқ, Василий ағай, біз командирге пакет әкелдік, деді Борис
вельветінің ішкі қалтасына қолын салып жатып. Ендеше тез жүгіріңдер, командир кейінірек келе жатыр деп Сильвестр Горовенко екеуіне жол нұсқап жіберді. Серік пен Борис жүгіре жөнелді. Олардың соңынан екі партизан көз жазғанша қарап тұрды да ілгері аяңдады. Өте жақсы балалар, бірақ не керек? Асыр салып, уайым қайғысыз өткізетін сәби өмірлері оқ пен оттың ортасында өтіп жатыр. Қыршын жастар, жасына жетпей, өмір қызығын көре алмай кетуі де мүмкін ғой. Біз болсақ, 50-ге келіп қалдық. Жас шағымыз да жаман өткен жоқ. Жігіттік дәуірдің де қызығын көрдік. Алай-бұлай болып кетсек, өкініші де жоқ сияқты. Бұларға қарағанда қаршадай бастарынан айдалада түнеп, боз торғайша таң сәрісінен тұрып, бұта паналап жүргендері мынау. Бұлар тағдырға не жазды екен? Бористі қойшы, оның мамасы жанында ғой. Ана Сережа бейшараны айтсаңшы. Шешесі болса, жау қолынан қаза тапты. Әкесінің қайда екені, өлі тірісі де белгісіз. Өз елінде, туған туысқандарының арасында жүрсе, тағы бір сәрі, басқа елде, басқа халықтың арасында жүр. Ол тіпті жас қой, не түсінеді? Елінің қайда екенін де білмейтін шығар. Осынша бүліншілікке қанышер қарақшы Гитлер жауапты. Баланы анадан, ананы баладан айырған сол қарақшы деген әрқилы ой Сильвестрді шырмап алды да бас көтертпей қойды. Ол Василийге еріп келеді, тек сүлдері келеді. Менің жорамда осылардай, оның өмірі не болар екен? Бірақ ол әйтеуір әке-шешесінің жанында ғой, отрядта өзіммен бірге ғой деп тағы да ойына келген әр неге ерік беріп келе жатты. Жорасының өз жанында қазір жоқ екені, оның лагер күзетінде қалғаны есіне түсіп, денесіне суық тамшы тигендей сергіп кетті де: «Вася, әлгі балалардың не үшін жүргенін сұрамаппыз ғой, лагер аман бекен» деді. «Лагер аман дейді, шамасы бүгін ертеңдер жазалаушы отряд осы орманды сүзетін сияқты. Соны хабарла деп командирге жіберсе керек. Қазір командирдің өзі басқа жаңалық болса айтады ғой» деп жауап қатты Василий алдын мұқият болжап келе жатып. Сөйткенше болмай тоқтаңдар деген команда берілді де батальон командирлері отряд командиріне жетті. Жарты сағат өтпей-ақ салт атты партизан тобы ілгері қарай жүріп кетті. Борис отрядпен бірге қалды. Серікті салт аттылар тобының командирі Гриша Вовка бір атқа мінгізіп ертіп алды. Серік жастайынан үлкен әкесі мерген шалдың қолында колхозда өскен. Ауылда жастайынан атқа мініп үйренген, аттың құлағында ойнайтын. Талай рет тойларда ат жарысына қатысқан. Міне, Серіктің осы сырын білетін командир Вовка оны тастағысы келмеді. «Сережа, бері кел» деп Серікті қасына шақырып алды да: «Өскенде кім болғың келеді?» деп сұрады. «Мен бе?» деп Серік сәл кідіріп қалды да, «Осы шын сұрап тұрма» дегендей командирге қарады. «Иә, сен кім болғың келеді өскенде?» деп Вовка қайта сұрады. Атты әскер командирі: «Не болмаса артиллерист болғым келеді» деді де Серік күрсініп қойды. Серіктің неге күрсінгенін түсіне қойған командир сөзді басқа жаққа бұрмақшы болып: «Сережа, Борис екеулерің анадағы полицайды қайдан ұстап алдыңдар? Соны айтшы» деді. Оны қойыңызшы, ол мас полицай ғой. Мас ұйықтап жатқан полицайдың мылтығын алдық та, екі қолын артына қайырып байлап болған соң, оятып лагерге алып келдік. Ондай есуас масты Борис екеуміз түгіл, ана кішкентай Вова мен Миша да лагерге алып келе алады» деп Серік мініп келе жатқан қара төбел атының төгіліп тұрған шымқай қара жалын оң қолының саусақтарымен тарап қойды да астындағы офицерлік ер тоқымына қызыға қарады. Ол қарсыласпады ма? Қайдан қарсылассын? Қолында мылтығы жоқ болса, тіпті екі қолы бірдей байлаулы болса, не істесін? Борис мылтығын әзірлеп алды да кезеніп соңынан жүріп отырды. Мен полицайдың мылтығын иығыма асып алып, өз мылтығымды әзір ұстап, Бориспен қатарласа жүріп отырдым. Мылтық деп келе жатқаның мынау ма?» деп Вовка Серіктің мойнында автоматша көлденең асулы келе жатқан винтовка кесіндісін қамшысымен нұсқады.
Сыннан өткен, мылтық атуды жақсы білетін жас партизандарға қару ретінде осындай винтовка кесінділері берілетін. Ол дөмі мен стволын қысқартып кесіп тастаған кәдімгі винтовка. Алып жүруге өте қолайлы, маузердің ұзындығындай болады. Әрине, онымен алыстан атып, жауға дәл тигізе алмайсың. Оның оғы винтовка оғы жететін жерге де жете алмайды. Ол жақын жерден атуға, үйдегі айқасқа қолдануға, астыртын жұмыста жүрген адамдарға ұстауға өте қолайлы қару. Атқанда даусы кәдімгі винтовкалардан қатты шығады. Бұл винтовка кесінділері азамат соғысы кезінде де қолданылыпты. Міне, сол айбынды қарудың бірі қазір Серіктің мойнында келеді. Серік мылтығына қарап қойды да: «Жолдас командир, бұл мылтық болғанда қандай? Бұл зеңбірек». Ол полицай сол арада қарсыласса, көресісін көретін еді. Мұны мен атсам, оның мойнын түп орнымен жұлып әкетеді. Анада Тарас Атай күзетіп отырған неміс солдаты қашқанда, Атай сасып қалып, Борис зеңбірегімен басып қалғанда, қалпақтай ұшқаны қайда фашистің, деп мақтады Серік мылтығын. Сонда осы зеңбірекпен атып еді Боря, деп командир сөзден жеңіле бастағандай болды. «Я, осымен атқан. Онда Бористің зеңбірегін Гаман ағай барлауға алып кетпеп пе еді?» деді тағы Серік өткенді командирдің есіне салып. Командир сағатына қарады да «Жылдам жүріңдер» деген белгі берді. Сол жүргеннен суыт жүріп отырып, салт аттылар тобы лагердің қауіп төніп тұрған терістік жағына өтіп, орман шетіне келіп бекінді. Серік командир пакетімен лагерге тартты.